Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді және оңай жасалынатын пирожный рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, тұз, қант, ұн, қопсытқыш, қайнаған су, сұйық май. Ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз және қантты салып миксермен 5-6 минут араластырып аламыз. Мінекей, бізде жұмыртқамыз осындай болып шықты. Енді үстіне қопсытқышты қосып, ұнымызды бөліп осылай біртіндеп араластырып аламыз. Одан кейін қайнаған су мен сұйық майды қосып араластырып, қызып тұрған пешке 160 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремін жасаймыз. Ол үшін бізге сары май, сгущенка қажет. Сары май мен сгущенканы миксермен жақсылап араластырып аламыз. Креміміз осындай болып шықты. Енді піскен қамырды осылай домалақ стаканмен барлығын кесіп шығамыз. Мінекей, кесіп болдық. Енді кескен қамырдан артылған қиындыларын осылай үгітіп аламыз. Енді біреуінің үстіне крем жағып, үстіне екінші нанды қойып, айналдыра крем жағамыз. Одан кейін үгітілген нанымызды кремнің үстіне жапсырамыз. Мінекей, осындай әдемі дәмді пирожный шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.